берген тапсырма қорытындыдағы асықтар әдісі арқылы үйге берген тапсырманы қайталаймыз. Үйге кәдімгі не берілді? Көбейту кестесін қайталау. Кәдімгі кім шығады? Шығаға тағы? Ләйлә шығаға? Тағы кім? Нұрасыл шығаға? Дәулет шығаға? Ол кәдімгі. Олай болса, енді бұла біздің қоржынымыз. Осының ішінен кәдімгі бір-бір асық аламыз да, кімге қандай сан жазылып тұрады, сол сан бойынша көбейту кестесін айтамыз. Кәдімгі аламыз. Бірге көбейтіндісі 3, 3-тің 2 көбейтіндісі 6, 3-тің 3-ке көбейтіндісі 9, 3-тің 4-ке көбейтіндісі 12, 3-тің 5-ке көбейтіндісі 15, 3-тің 6-ға көбейтіндісі 18, 3-тің 7-ге көбейтіндісі 20, 3-тің 8-ге көбейтіндісі 24, 3-тің 9-ға көбейтіндісі 27, 3-тің 10-ға көбейтіндісі 30. Тамаша, қан бағалап шығамыз. Келесіздер қандайсың? 5 сатқан ең. 5-тің 1-ге көбейтіндісі 5, 5-тің 2-ге көбейтіндісі 10, 5-тің 3-ке көбейтіндісі 15, 5-тің 4-ке көбейтіндісі 20, 5-тің 5-ке көбейтіндісі 25, 5-тің 6-ға көбейтіндісі 30, 5-тің 7-ге көбейтіндісі 35, 5-тің 8-ге көбейтіндісі 40, 5-тің 9-ға көбейтіндісі 45, 5-тің 10-ға көбейтіндісі 50. Екі саттан 2-нің 1-ге көбейтіндісі 2, 2-нің 2-ге көбейтіндісі 4, 2-нің 3-ке көбейтіндісі 6, 2-нің 7-ге көбейтіндісі 2-нің 7-ге көбейтіндісі 14, 2-нің 8-ге көбейтіндісі 18, 2-нің 16, 2-нің 9-ға көбейтіндісі 18, 2-нің 10-ға көбейтіндісі 20. Дұрыс айтты ма бала? Одан кейін Нұрасыл, Нұрислам. Маған 4 деген сан түсті. 4-тің 1-ге көбейтіндісі 4, 4-тің 2-ге көбейтіндісі 8, 4-тің 3-ге көбейтіндісі 12, 4-тің 4-ге көбейтіндісі 16, 4-тің 5-ге көбейтіндісі 20, 4-тің 6-ға көбейтіндісі 24, 4-тің 7-ге көбейтіндісі 28, 4-тің 8-ге көбейтіндісі 32, 4-тің 9-ға көбейтіндісі 36, 4-тің 10-ға көбейтіндісі 40. Дұрыс па бала? Енді бізде Дәурен қалды. Дәурен, сенде қандай сан түсті? 6-ға 1-ге көбейтіндісі 6, 6-ға 2-ге көбейтіндісі 12, 6-ға 3-ті көбейтіндісі 18, 6-ға 4-ті көбейтіндісі 24, 6-ға 5-ті көбейтіндісі 30, 6-ға 6-ны көбейтіндісі 36, 6-ға 7-ні көбейтіндісі 42, 6-ға 8-ні көбейтіндісі 48, 6-ға 9-ны көбейтіндісі 24, 6-ға 10-ны көбейтіндісі 6. Бала дұрыс па? Тапсырмасы бізге түсінікті болды. Бәріміз көбейту кестесін жаттап келеміз. Жарайсыңдар барлығы. Ендеше біз көбейту кестесін қай санға дейін тоқтадық? 6-дан кейін қандай сан? 7. Демек, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз 7 санына көбейту және бөлу кестесі. Сабағымыздың мақсаты 7-ге көбейту кестесін құруды және қолдануды үйренеміз. 7 саны болғандықтан 7 саны киелі сан. 7 саны киелі сан болғандықтан 7 туралы видеоролик тамашалайық. Оқулығымызда бірінші есепте былай делінген. Біздің сынып бүгін дәрісте кезекшілік атқарды. Олар бір-бірімен аралары 7 қадам болғандай қатарға тұрды. 7-ден бастап сана дейді. Біз көбейту
kestесін мына сандық сөйленің бойына қазір есептеп жазып шығамыз. Кәмпи, ол үшін дәлелдесек деп тұра қой. Қазір біз қадамдарға аттаймыз. Бір аттағанда қанша? Бір қадамға 7. Қанша? 7. Кәмпи бар ма? Жаза қой. 7. Тамаша. Ары қарай. Дұрыс па? Екінші қадам қанша? 7-ге Алинұрге жаза қой. Екі не деп жазамыз? 14. Тамаша. Ары қарай. Тамаша. Тез жазамыз. 35. Тамаша. Отыра ғой. Тамаша. Бір жауап берді ме? Балалар бізге 7-ге көбейту кестесін 4 бағанға жаз деді. Олай болса біз 7-ге 1-ді көбейтуді, 7-ге 7-ні 2-ге көбейтінсін, 7-ні 3-ге көбейтінсін, 7-ні 4-ге көбейтінсін, 7-ні 5-ге көбейтінсін, және 7-ні 6-ға көбейтінсін. Біз осы уақытқа не істедік? Жаттап қойдық. Ал бүгін қай саннан бастаймыз? 7-ді көбейту 7. 7. Қанша болады? 49. Одан кейін 7 көбейту 26. Одан кейін 7 63. Ал енді осы жерде көбейткіштердің орны ауысқан екінші есеп бойынша мен сендерге қазір тапсырма беремін топқа. Бірінші топ, екінші топ және үшінші топ. Бұл жерге қараңдаршы.
көбейтіндісі 2-ін тең. 7-ның 7-ге көбейтіндісі 8-дің 7-ге көбейтіндісі. 8-дің 7-ге көбейтіндісі көп. 3-дің 7-ге көбейтіндісі 7-ның 3-ге көбейтіндісі. Екеуі тең болады, бірақ мына жерде 73 үлкен. 7 көбейту 7, қосу 20. 7 көбейту 8 тең 20. Мына жерде тек 8 үлкен болып тұр. Келесі Аминат. 3-ке 6-ны қоссаң 9, 7-дегі 9-ын 7 көбейту 3, қосу 6. Демек қайсы үлкен? Демек 7-дегі 9-ың үлкен болады. 7-ге 2-ні қоссаң 9, 3-дегі 9-ың 7-ге 2-ні қос. Бұл жерде қайсы бірінші орында болады? Жақсы орындалады. Ал мына жерде қайсы бірінші орында болады? Көбейту. Демек мына 9 жердегі 3-ің, мына 2 жердегі 3-ің қайсы үлкен? 9 жердегі 3-ің үлкен. Дұрыс па балалар? Отырамыз. Келесі біздің 3-ші тапсырмамыз кесте бойынша есеп құрастыру және мәнін табу. А пункті мына топ бойынша шешу жауабын шығарамыз. Екінші топ Әсі, үшінші топ Бысы. Кәнде топ болып ойланамыз. Топ жұмыс жасаймыз. Кәнде бірге асасамыз. Не мәнін қоямыз. Шешуі жауабы. Кәнде шешуі жауабы. Не істейміз бірінші? Нені тап дейді? Қарыңдаршы. Жалпымасы тап үшін не істейсің? Қаламсап әдісі арқылы қазіргі тапсырманы кім орындайтынын көреміз. Мына кімнің қаламсабы? Дәурен, кәнке келе ғой. Мына кімнің қаламсабы? Келе ғой. Мына жерде. Мына кімнің қаламсабы? Келе ғой. Кәнке Дәурен. Қаншаға жақсы білеміз. Қарап отырамыз. Жалпы массасы 18, жәшіктің саны 6. Бір жәшіктің массасын табу үшін 18-ге 6-ны бөлеміз. Тең болады 3. 6 жауабы бір жәшіктің массасы 3 килограмм. Тамаша. Дұрыс, жарайсың. Екінші, Ақмаржан. Жәшіктің массасы 6 килограмм. Жәшіктің саны 7 дана. Жалпы массасы белгісіз. Жалпы массасын табу үшін 6 килограммға 7-ні көбейтеміз. Тең болады 42. Екіншісін табу үшін бізге жәшіктің массасы мен жәшіктің санын көбейтеміз. Сонда 8-ге 6-ны көбейткенде болады 48. Жалпы массасын табу үшін 42-ге 48-ді қосамыз. Тең болады 90. Жауабы жалпы массасы 90 килограмм. Дұрыс па балалар? Мен 3 жәшік. Шабдалы 8 күннен 4 жәшік. Шешуі, сонда біз 9-ға 3-ті көбейтеміз 27. 8-ге 4-ті көбейтеміз 32. Барлығын табу үшін 27-ге 32-ні қосамыз. Тең 59. Жауабы барлығы 59 килограмм. Дұрыс па?
тиіс. Бірінші топ 4 есеп бойынша дүкен ойынын құрастырамыз. Өздерің ақылдасыңдар. Тапсырманы орындап, кім дүкенші болады, кім сатушы болады, кім алушы болады контент. Екінші топ номер 5 есепті сендер топта талқылап шығарамыз. Кәдімгі не белгілі, не белгісіз. Үшінші топ 6 есепті топта талқылаймыздар, контентке шығарамыз. Сәлеметсіздер, солария пакет. Расул, бізге дәптер керек. Біз дәптерді алып, дәптердің қанша тұратынын білуіміз керек. Сонда не істейміз? Бізге дәптердің қанша теңге тұратынын көрсетіңізші. Bir dәптер 5 теңге, 5 дәптер 40 теңге. Нұрасыл, бізде 50 теңге, оған қанша дәптер алуға болады? Ол үшін біз 40-та 5-те бөлуіміз керек. Сонда қанша болады? Сонда ол 8 болады. Бір дәптердің бағасы 8 теңге болады. 50 теңгеге біз 56 теңгеге біз қанша дәптер аламыз? Ол үшін біз 56-дан 8-ді бөлуіміз керек. Сонда қанша болады? 7 болады. Абай, бізге 7 дәптер бересіз бе? Бізде 56 теңге бар. Аламыз. Al, sen түсіндіре қойған. Сен бірінші не белгісіз болған бері. Бағасы белгісіз, құны мен саны белгілі. Сол үшін бағасын табу үшін 35-ге 5-ті бөлеміз, тең болады 7. Мақта құны белгісіз, бағасына сонда санын көбейтеміз. 7-ге 8-ді көбейтсек 56. Сонда құны 56 теңге болады. Жарайсың. Біздің келесі тапсырмамыз өзіндік жұмыс. Оқулығымыздағы 7 тапсырма бойынша дәптерімізге өрнек құрастыруымыз керек. Әдісі бойынша өзіндік жұмысты тексерейік. Топтан бір оқушының кәдімгі. Кімнің қаламсағы? Абдусамат тұра ғой дәптерімізде оқып жазғанымызды. 7 көбейту 9 қосылған 5 көбейту 3 тең болады 8. Тамаша, жарайсың. Біздің келесі тапсырмамыз тыңдалым тыңдаймыз. Сол бойынша мұқият тапсырманы орындаймыз. Кім оқиды? Кім? 11 қосы 10 деп жауабы. Жауабына келген кезінде біздің сыныптан жаңағы қыз бар. Тамаша. Ішіне сыртына тәсіл арқылы бүгінгі сабағымызды қорытамыз. Мен сендердің алдарыңа жазылған өрнек бердім. Сол өрнектің ішінен бүгінгі тақырыбымыз 7-ге көбейту кестесі және бөлу кестесін құру ғой. Ішіне 7-ге байланысты өрнек жазамыз, сыртына бізге керек емес өрнектерді жазамыз. Ішіне сыртына 2 болып бөлінеді. Ішіне
ішіне 7 көбейту 4 56 бөлу 7 14 бөлу 7 7 көбейту 6. Тамаша, жарайсың. Таратқан стикерге қазір бүгінгі кері байланысты жазамыз. Қ әдісі бойынша. Бүгінгі сабақта не құнды болды? Бүгінгі сабақта не қызық болды? Бүгінгі сабақта қандай қиыншылық болды? Соны жазамыз да жетістік баспалдағына барып жабыстырамыз. Нұрасыл, қалай жүрсің? Маған дүкенше ойын қызық болды. Тамаша, кәмпит жақсырағын. Қалғамыз жақсырағын. Маған 7-ні көбейту кестесі құнды болды. Тамаша, жарайсың. Отыр былай. Балалар, бағына сабақ басталмас бұрын мен сендердің алдарыңа бүгінгі сабақтың дискриптігін тастаған болатын. Кәм соны белгілеп болдық па? Қайсың? Бүгінгі сабаққа өте жақсы атсалысқан мен Нұрисламды тыңдап жүрмін. Нұрислам қанша балл жинадың? Мен бүгін дескриптен 10 балл жинадым.